Бәріңе сәлем достар, қалайсыздар достар? Біз бүгін мен сіздерге әдеттегідей өзімнің интернетте қалай ақша табатынымды көрсететін боламын. Сондықтан каналдан алыстамаңыздар, лайк, подписка басып қойыңыздар. Әрине сіз егер интернетте қалай шынымен ақша табуды үйренгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және колокольчик басуды ұмытпаңыздар, себебі жаңа видеолар шыққан кезде сіздерге әрине ескерту болады тұрады, сол кезде көре аласыздар, өткізіп алмай. Әрине енді біз өзіміздің сайтымызға өтейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай Кашмарин деген сайт. Егер менің алдыңғы видеоларымды көрген болсаңыздар, ол бар. Және де подсказкіден жоғарыда қалдыратын боламын. Сол арқылы өтіп, сол видеоны толық көріңіздер. Қалай тіркелу керек, қалай ақша табамыз, соны сұрай бермеңіздер комментарий. Әрине комментарийға жазып сұрасаңыздар, мен әрине көмектесетін боламын достар. Ал енді мен сіздерге бүгін сайттардан ақша шығарып көрсететін боламын. Ақша шығарып, яғни өздеріңіз көздеріңізше кәдімгідей ақша шығарамын осы сайттан. Осы Кашмарин деген сайт көбісі білмей жатады. Неште қараңыздар, менде пополнить дегенде, яғни бұл енді менің сатып алуға берілген балансым. Бұл жерде менде 153 рубль, яғни 5-6 теңге көбейткен кезде өздеріңіз есептеп алыңыздар. 600 бір 1000 теңгеге барып қалады, солай ма? Дұрыс, солай барып қалады. Ал енді балансына выплата деген бізге шығаратын, бізге яғни төлейтін ақшасы бұл сайттың. Осы жерде ғана айтайын. Ал егер қалған нәрсені білгіңіз келсе, жаңағы видеоға өтіңіздер, тағы да қалдырамын жоғарыда, сол видеоға өтіп көріңіздер. Бұл жерде 116 менде қазір не бар? Рубль бар. Яғни соны алып біз не істей аламыз? Өткізе аламыз. Қараңыздар достар, менде уже корабль таусылған. Сіздердің көздеріңізше мен қазір корабль сатып алайын. Яғни бұл жерде қараңыздар достар, біз аламызда корабль екенін өтеміз. Саған барамызда біз менде 153 ауыстырғанда рубль бар. Біз сатып аламыз қазір. 40 рубльден келеді екен. Мен оған қазір мынадан 5-еуін аламын. Лимит сондай. Мен қараңыздар, сатып алдым. Тағы біреуін сатып алайын. Сатып алдым. Загрузка болады. Николай 73 бәрі азайып жатыр. Мендегі екеуі бар, мынаны үшеу. Енді бұл біреу келіп сатып алмаймын, өйткені менде 33 ғана рубль бар, яғни 7 рубль жетпейді. Ал енді мен сіздерге мына 116 рубльді шығарып көрсетейін көздеріңізше. Қазір қараңыздар, Payeer кошелегіне кіреміз. Менде бұл жерде ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ емес, ақша бар, соны көрсетейін сіздерге. Міне осылай қазір қараңыздар. Payeer кошелекті қалай ашу керектігінде керек болса, ол туралы видео шығарам. Оны егер керек болса лайк басыңыздар, осы видеоға комментарийға жазыңыздар, мен опрос жасаймын, сол жерде қалдырыңыздар, ойларыңызды жаса десеңіздер жасап беретін боламын. Көріп тұрғандарыңыздар, менде рубльден 189 рубль бар. Енді ар жағында 21 деген әсер етпейді. 189 пәсе 190 рубль бар. Қараңыздар, енді біз яқтан аударамыз. Менде қазір шеттен алып алсаңыздар болады, өздеріңіздің копировать етіп, осы Payeer кошелектеміздің номерін. Соны вывести басамыз достар. Мен қараңыздар, көп нәрсе шығарып, Кивиге шығаруға болады, Яндекс дегенге көп сұрап жатады, биткоинға шығаруға болады, литкоин деген бар, Perfect Money деген бар, Билайн, Магафон, бізге керегі әрине Payeer. Ал бізде бұл жерде Payeer'дан мен алдын қараңыздар. 109 рубль шығарғам, 18 рубль, 3 рубль, 2 рубль, 8 рубль, 1 рубль. Көрдіңіздер, бәрі выполнен, яғни орындалған, бәрі төленген. Бұл жерде оңай, ешқандай комиссия, бір ғана комиссия бар. Және минимальный сумма, яғни шығаруға болатын 1 рубльден бастап өте олай не. Ал енді ыңғайлы деген ғой. Ал енді суммаға көшетін болсақ, бізде қанша сумма ұмытқалам, 116. Бәрін шығаратын болам. 116-да 94 деп тұр ойдың походу. 116-94 0-0 шығарттым бәрін. 116-94 платежный пароль болады. Яғни парольдарыңыз болады, өздеріңіз ойлап табыңыздар, соны шешіп қоясыздар. Бұл платить дегенді басыңыздар. Неге достар, көрмеген отлично, заявка успешно. Достар, қараңыздар, 115-83 түскен. 0-0 деп тұр, яғни барлығы түскен. 115-83 мен шығарған суммам почти. Енді жаңағы комиссиясы бар, ол біріне. SNM 777 Кашмарин біз деген проекттен шыққан.
189 обновить етеміз. Обновить етеміз. Неше болу керек? Әрине 305 рубль. Яғни достар 1500 рубльдей ақша бар. Ал достар, сіздерге бәрін түсіндіріп көрсеттім. Бәрі оңай. Мен каналыма егер ұнаса тіркеліп, лайк басып, әрине колокольчик басуды ұмытпаңыздар достар. Мен де қазір түнгі уақытта түсіріп отқаннан даусым жай шығып отқан шығар. Ол үшін кешіріңіздер. Әрине дауысын қаттырақ шығаруға әрине келесі видеода тырысатын боламын. Сау саламатта болыңыздар.